Баршаңызға сәлем, менің YouTube әлемім, қалдарыңыз қалай? Бүгін таңғы асқа өте дәмді шарлотка пирогын дайындадым. Көптен бері жасамап едім, сағынып қалыппыз, шайда өте дәмді болып шығып, жақсы желініп қалды. Алдымен 3 жұмыртқаға қантымызды қосып араластырып аламыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ, мен венчикпен араластырып жасай қойдым, бірақ миксермен жасасаңыздар, одан сайын үлпілдек болып шығады. Ұзағырақ жұмыртқа мен қантты шайқасаңыздар, немесе жұмыртқаның ағуызын бөлек шайқап алып көпіртіп жасасаңыздар, одан сайын пышный болып шығады. Мен бүгін венчикпен жасай қойдым, асығыс болып, өте дәмді болып шықты. Жұмыртқа мен қантты әбден араластырып аламыз, одан кейін ерітілген сары майымызды саламыз. Одан кейін сүтімізді және електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылатып барлығын араластырамыз. Соңынан қопсытқышты қосуды ұмытып кетпеңіздер. Барлығында венчикпен жақсылап араластырдым, біркелкі масса шығарып алдым. Алдын ала пешіңізді қыздырып қоя беріңіз, өте тез дайын болатындықтан пешті алдын ала қыздырып, және де бірден дайындай қоясыздар. Оған дейін достар, менің каналымда бұдан да басқа керемет рецепттердің түрлері өте көп, және де пирогтардың мастер-класстағы рецепттер барлығы да менің YouTube каналымда плейлист бөлімінен қарасаңыздар, бөлек-бөлек папкада сақталынған, сіздерге арнайы ыңғайлы болу үшін папкаларға бөлініп сақтап қойдым. Кіріп қарасаңыздар болады, міндетті түрде жасап көріңіздер, барлығы да тексерілген рецепттер, бір жасағаннан ақ жақсы шығады. Енді алмамызды жақсылатып турап аламыз. Алдымен 2 алманы осылай кубиктап турап алдым. Алмаларды турап алғаннан кейін бірден тестаға салып араластырамыз. Формамызды майлаймыз. Формамыздың диаметрі 24 немесе 26 сантиметрге келе береді. Ал енді тағы да 2-3 алманы осылай жіңішкелетіп, дәл видеодағыдай етіп турап шығамыз. Оны бетіне салатын боламыз. Әдемі болып шығу үшін пирогымыз. Ал енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіретін боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, өте дәмді, пышный болып шықты, жұмсақ болып, және де арасы да өте дәмді болып, толықтай пісетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, оп-оңай шығады, бір жасаған адамның қолынан келетін болады. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Қазақ тілді каналдың дамуына үлесіңізді қосып, лайк басып, рецепттерді достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.